Tasarımsız asıl söz oy түбінде жатады. Таза мінсіз асыл тас жел толқытса шығады. Таза мінсіз асыл сөз шер толқытса шығады. Ya енді, işin bula balası хан болды. Бірақ, одан бізде келіп кетер не бар? Одан да өз ішімізді реттейік те. Орыс мәселесін шешіп алайық. Қалай? Солай не қанай? Жазмыштан озмыш жоқ қанай. Не, өлелесем бұға өлді. Бірақ басымызға қиын қыстау күн туғанда пана боп қоныс берді. Одан да тілеуін тілеп, батағып, бетімді сипағанай. Алаш баласы кешегі қаһар бақан Шыңғысты да көрген. Ат тұяғы жетер жердің барлығында сол Шыңғысхан алып берген. Тоқтамыстың да, кешегі қор болған Намайдың да қолшоқпар болған. Жеме-жемге үлес келгенде құмасады. Бағанағы ордамызды тігіп, ақ тілеуімізді тілеп, сол ақ тілеу үстінде ханымызды сайлайға қайын. Көт көзіңді келіп отырғанда айтпағымыз еді. Келей, тек кесімді сөзіңді айт. Ыбырай, қайғайрағыны қозғап, сүйектен өтетін, жетеге жететін, жүректің қылын шертетін сөздер айтты Асан жырау. Біз, Жәнібек екеуміздің әу бастағы арманымыз қазақты теңдікке, елдікке жеткізу еді. Сол үшін санаттанбыз. Құдайға шүкір, қазір елге ел қосылып, қарамыз молайып, қатарымыз көбейіп келеді. Ендігі көздегеніміз ата-баба қонысы дешті қыпшаққа берген. Осы ойда ел ағаларының райын білгім келеді. Осы үшілік қой. Қазақ хандық құрып, әлгі ел болса, мына мұрынды кесіп берейін. Ертең шайбаншақ жер қайысқан болмен келсе, бық-бық дегендей қылады бәрі. Бет-бетімен қашады бәрі. Жақсы сөз шықпайды сенің аузыңнан. Алтайдан Атырауға дейін, төменінен Ташкентке дейінгі жер қойнауы қазақ жұрты. Оны кеше бабаларымыз ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен жанын төгіп, қанын төгіп қорғады. Оған куә анау шошайған биіктер, көңіреген балбалдар, үңіреген обалар. Сол бабаларымыз тастап өткен атамекенді қорғап, ие болу. Қалған сөзде қадір жоқ. Ендігі да хан сайлаймыз. Әп бәрекелді. Сөз байлама осы. Құрсыншы. Ағайын, қазақ ордасының қазығын қағар күн туды. Төбесіз бел, төресіз ел болмайды. Төресіз емеспіз. Қадірімізді білген төреге бас иген елміз. Бассыз ел, бағымсыз ел деген. Екеуміздің бірімізді ансайынға бекіне отыр. Елдің тілегін естіп, не дейсіз оған? Я, ұқтым, маға қолға саласың өу. Аға, келісіңізді беріңіз. Қалың бұқара сізді қолдауы, елімізді екеуіңізде. Жасың кіші, қайратың мол, ер шағым Жәнібек. Сен ие болсаң қайтет, мен-ақ қосшың болайын. Жолы да жөнді сіздікі. Керісінше ат қосыңыз мен болайын. Елмен ордаға қызмет етіп шашпауыңыз мен көтерейін. Онда менің бір ғана тілегім бар. Осы істі бастаған екеуміз аяғына дейін екеуміз жеткізуіміз керек.
Сонау дешті Қыпшақ даласынан жетісу жеріне не үшін келдік? Бейбіт құнсыз деп, еркін өмір сүреміз деп келдік. Ал енді бүгінгі күн ақ түйенің қарны жарылған күні қайын. Қазақ құрылтайы ақылдаса кеп, ұрысқанның мына қалған ақ ордасын қайта жаңғыртып, қазақ ордасының ханы қып, Керей сұлтан сайланды. Ал Керей, ел арманы ел болу деген, қазақтың туын көтеру талай өзіне бұйырды. Алдыңнан жарылсасын, бақытты хан бол. Артынан ерген елімді айрандай ұйытып, қатықтай қатыр айналайын. Киіз туырлықты және қазақ баласын әуелі Құдайға, сонан соң өзіңе тапсырдым. Аллам жар болсын. Әумин! Ханбике, әкеле қойшы. Уа хан ием, мына қасиетті хан асасын өзіңе табыстаймын. Бисмилла деп, ақ есе қадам бас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я тәңіргем жар бола көр, көк тәңірі қолдай көр. Асыл тілім талғанша, шыбын жаным кеудемнен шыққанша, ендігі қалған ғұмырымда қазақ еліне қызмет қылуға ант етемін. Ал батырлар, алып жүр. Алаш! 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 О ағайын, ақ ниетімнің айғағындай болған, әппақ қардай ақ киізге отырғызып, қан көтердіңдер. Сенімдерімді ақтай алмасам, маған серт. Қазақтың ел болғаны, алаш ұранды халықтың ежелгі арман еді. Енді түтіні түзу ұшқан, іргесі биік, мәңгі қазақ ел болу өз қолымызда. Сол үшін жан пида атаймыз. Мәңгі қазақ елі жасасын. Алаш! 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 Уағайым, хан көтерілген, қасиетті ақ киіз бен хандалапа рәсімін орындайтын уақыт келді. Бұл ел қуанышының, береке мен білдіктің нышаны. Жүріңдер ағайын. Осылайша ақ орданың қара шаңырағы қайта көтеріліп, қазақ ордасы болып құрылды. Ендігі майдан ақ орданың алтын тағы болған сығанақты қайтару болмақ. Уа менің келешек жас ұрпақ өрендерім, бабаңның қаны, анаңның жасы төгілген қасиетті мекен, енді сендерге аманат. Қош! жылдық тарихында 300-ден астам ханның аты берілді. Алайда олардың көбінің есімдері ел жадында сақталмаған. Десек те осыдан 550 жыл бұрын қазақ хандығын құрған хан керей мен жәнібек есімдерін халық ешқашан ұмытқан емес, ұмытпайды да.